Соңғы кездерде бізде әлеуметтік желіде Оралхан Бөкей жазушы, қазақтың классик жазушылардың бірі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, осы Оралхан нағашымыздың 80 жылдығының мерейлі торқалы тойына қарсы шыққан фильмдер әлеуметтік желіде көп деп кездеседі. Қазіргі кезде әлеуметтік желілердің барлығын тізіп айтпай қойын. Бұл фильмнің шығу тарихына қысқаша ғана тоқтала кетсек, сонау 70 жасқа толатын кезінде қазақ фильмнің режиссерлары Жәнібек Жетірұлы кеп бастап кеткен. Сонан кейін соңғы 4-5 жылдың көлемінде пандемия басталды, айтты битті. Соның алдында Сергей Азимов ағамыз келіп осы фильмді түсіріп еді. Негізінде бұл фильмнің басынан аяғына дейінгі түсіруінде өзім қатыстым, өзім бірге жүрдім, өзім ішінде сөйледім. Бұл фильмнің желісі негізінен Оралхан нағашымның өміріндегі әрбір кезеңдері бөлек-бөлек шығармасымен бірге қабаттасып, бірге қатарынан жүріп отырған өте жақсы түсірілген фильм деп ойлаймын. Мысал үшін фильмнің бісміллә деп бастала қалғанда Оралхан нағашым Айман жеңгем, ол бірінші әйел болған, халықтың бәрі біледі, оның бәрін айтып беретін емес. Таксимен келіп Оралханның үйінің жанына тоқтап, содан Күлия нағашы апамыз барлығы. Бұл фильм негізінде сонау Кеңесторада кезінде Лаптев түсірген, содан бергі оқиғаларды осы фильмнің ішіне кіргізілген. Содан басталады. Одан Оралханның анау Айғай деген шығармасынан Крикте кеп орысша аударылған, сол фильмдегі екі аяғынан айырылып қалған, көшкіннің астында қалған сол азамат туралы фильм, ол фильм түсірілген кезіндегі оқиға мен соңғы фильмнің кезіндегі болған оқиғаны, Тарбатайдың басындағы Алатай деген жайлауда болған оқиға, соны барып түсірдім. Қысқаша айтсақ, әр фильмнің негізгі сюжеті оқиғалардың, осы үлкен фильмнің әрбір сюжеті Оралхан шығармасымен қабаттасып келіп отырады. Және айтып отырмын ғой, жәнегі Айғай деген фильмді түсіргенде Сергей Азимов ағамыз сол Алатайға барып келді. Сол секілді әрбір шығармасының оқиғасы болған жерлерді осы фильмнің режиссері Сергей Азимов өз аяғымен барып, өз көзімен көріп қайтқан адам. Әр шығармасын, тағы да қайталап айтайын, шығармасына түсініктеме бере кететін осы фильмнің сюжеті деп ойлаймын. Сонымен бірге Оралханның өзінің өмірі жақсы баяндалады. Қай кезде қалай болды? Анау ауылдағы мектеп қабырғасынан бастаған кезден бастап Аманжан ағамыз, Нұрлан ағамыздың сөздері бала кезінде қалай болды. Онан кейінгі оқиғалар, облыстық газетте жұмыс істеді. Онан кейін барып леншіл жасқа Шерхан ағамыз шақырып алды. Сол кездегі бұл жерге енді тоқтала кететін болсақ, Шерхан ағамыздың көрегендігі мен білгірлігі деп ойлаймын. Қатонқарағайда аудандық газетте редакторының орынбасары болып жүрген Оралханды сол леншіл жасқа шақырып алып, әдебиет пен өнер бөлімінің басшысы қылғаны. Бұл жерде ойлап қарасақ, Шерхан ағамыздың таланттың көзін аша білу, тани білу Оралханды. Оралханның білімі сол кездегі жоғарғы оқуды бітірмесе де, Оралханның жазу стилі, Оралханның классик болатыны, Оралханның сөзінің қорымен, айтады ғой, фантазия дейді. Не болмаса қиял өрістету, осының барлығын тани білгені, таланттың көзін аша білу, осы Шерхан ағамыздың көрегендігі деп ойлаймын. Сонымен одан ары қарай бірге жүрген жолдастары Бексұлтан Нұржекеев пен Қадырбек Сегізбаев ағамыздың сөздерін фильмге кіргізген. Негізінде Оралхан сол Алматыда жүргенде өздерін
араласып жүрген азаматтар жетімбіз дейді ғой. Бұл кезде мен студентпін, Алматыда талай үйлеріне барып жүрдім, көрдім. Солар Бексұлтан Нұржекеев, қазір көзі түрі Кәдірбек Сегізбаев, Қуанышбай Құрманғалиев марқұм болып кетті, Кәрібай Ахметбеков, Серік Абдырайымов деген осы жазушылардың барлығы Оралханмен бірге жетімбіз деп өздерінше сол жастар ғой, енді 30-35-тің арасындағы сол кездегі құрдастарының жиі айтатын сөздерінің бірі осылар. Жетімбіз, жетеуіміз біргеміз деп жүретін. Онан кейінгі анау кім сөйледі фильмде де, Анатолий Ким деген. Ол Москвада қазір үлкен жазушы, классик жазушы. Ұлты кореец болса да өзі Ресейде тұрады. Сол Оралханның шығармаларының көбін аударды. Жасынның ізі деген сол аударды, След молния деп Молодая гвардия баспасынан шықты. Мен сол кезде де Анатолий Киммен көзін көрген, жүзі таныс адам, анда-санда жылына бір рет кейде хабарласып жүреміз. Онан кейінгі сөйлеген фильмдегі айтқан анау режиссер фильмді түсірген, мына жерде айта кетейін деген, Айғай фильмін түсірген сол режиссердің сөзі. Онан кейін ең соңында фильм аяқталады. Оралханның мынау Индияға барған сапарында жас журналистердің Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндігіне сондай Индияға барған. Индияға барғанда сюжеті қайтыс болған, өліммен бірге болған жас журналистердің бірі, қазіргі сенат депутаты Нұртөре Жүсіп Иманғали болған. Нұртілеу Иманғали. Мен ол кезде әлі күнге дейін көзімнің алдында 93 жылы май айының аяғына таман осы Оралхан қайтыс болды дегенде бүкіл ағайындардың барлығын анау Катоннан автобусқа отырғызып өзім шығарып сап, үлкен кісілердің барлығын самолетке билетін алып беріп, ең соңында мен ұшып келген. Сонда Оралханда аэропорттан Оралханның мәйітін аэропорттан қарсы алған 3 адам болдық. Біреуі сол кездегі жазушылар одағының төрағасы Қалдарбек Найманбаев, енді біреуі Қуаныш Сұлтанов, Оралханды жерлеу комиссиясының төрағасы болған. Сосын мен бізбен бірге басынан аяғына дейін болып жүрген Әлібек Асқар ағамыз. Осы 4 адам біз аэропорттан қарсы алдық. Енді Оралханның мәйітін онан кейін апарып, мына қазіргі өкімет ауруханасы деп жатыр ғой, сол жерге болып, сол жерден ертеңде анау 1-2 күннің ішінде жастар театрында қоштасу рәсімі болды. Сонда Оралханды бірінші әйелі жеңгеміз Айманды да жерлегенде басқасында өзім болдым. Ана фильмнің ішінде менің суретім тұр. Оралханды жерлегенде де басқасында болдым. Оралханды жерлеген кездегі бір оқиғаны айта кетпесіме болмай отыр. Дәл ертең жерлейміз деген күні Оралхан үйіне көп адамдар жиналды. Ішінде Серікболсын Абдилдин бар, Қуаныш Сұлтанов ағамыз бар. Осылардың барлығы жазушылар, мынау кім Әзілхан Нұршайықов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қабдеш Мәділ бағаларымыз барлығы сол жерде отырғанда мынандай бір оқиға болды, соны айтпасыма болмай отыр. Бұл оқиғада былай, Оралханды негізінде бүкіл туысқандар Шыңғыстайдағы әкесі Бөкей, шешесі Күлиян жанына жерлейміз деп ойлап барған едік. Сол жердегі жазушылардың барлығы, жерлеу рәсімінің төрағасы, өкімет адамдары барлығы Оралханды Кеңсайға жерлейміз деген кезде шешем былай деп еді: ағайындар, өкімет адамсыңдар, үлкен білімді саналы адамсыңдар. Әкесі Бөкей, шешесі Күлия өлер алдында иман су беріп мен отырғанда, жалғыз ұлдың арқасын елге, аяғын жерге тапсырам. Жалғанның жарығында сенің қолыңда болады, ақырет жалғанды өз қолыма табыс етесің деген. Осыны қалай істейміз азаматтар дегенде, үй толы адамдардан біреуі ештеңе дей алмады ғой. Сол кезде шешем жылап, жоқтап отырған басын көтеріп алды да былай деді:
мен сол үйде, сол бөлмеде босағада тұрған едім. Әй ұлым деді, мына азаматтардың ыңғайын біліп отырған шығарсың. Мен енді ағам Бөкей мен жеңгем Күлияның аманатын қалай орындарымды білмей ойланып отырмын. Шешімім бұлай, мына азаматтар шешімді маған қалдырған секілді. Ана Шыңғыстайға, Қатонға хабарласыңдар. Оралханды жерлейтін күні Шыңғыстайға Бөкейдің зираты мен қорғанынан, Күлияның зиратынан біреу жамбас топырағы мен бас топырағын алдыратын бұл. Алматыға жерлесек те, Оралханның лақат қуысына жатқызарда жамбас топырағы шешесінің зиратынан болсын, бас топырағы әкесі Бөкейдің зиратынан болсын деп. Сол жерде тұрған Әлібек Асқаров ағамыз екеуміз сол күні, сол мезетте Өскеменге, одан ары Қатонға хабарласып, жерлейтін күні Бөкейдің зиратынан бір кесек топырақ, Күлия нағашы апамның зиратынан бір кесек топырақты алдырып, өз қолыммен Оралханның мәйітіне жамбас топырағы мен бас топырағын өз қолыммен салып едім. Осы оқиғалардың барлығы мына Сергей Азимовтың киносында, фильмінде түгел қамтылған. Ендігі Оралханның өмірі мәңгіліктер мекенінде, ендігі мына қазіргі 80 жылдығында осының барлығын кейінгі ұрпақ, кейінгі оқырман білсе екен деп ойлаймын. Мысль остается с нами. И от того, наверное, человек выше природы, выше смерти. Жастар, творчествоға енді ғана ат салысып жүргендер, сіздерге мен айтар ақылым, ең әуел қолға қалам алмас бұрын ұлт алдындағы, халық алдындағы, отан алдындағы абыройды, борышты сезінбейінше творчествоның деген үлкен сарайдың есігінен кіруге сіздің қақыңыз жоқ. Қазіргі жастардың бойынан мен жан-жақты дайындықты, керемет білімділікті, іші сырты бірей әдемілікті, өз ұлты, өз халқы үшін күресе білетін үлкен күрескөрдік ұрықты тілер едім, соны күтер едім.